Сонымен достар, біз бүгін өзіміздің AI сабағынан final projectімізді қорғайын деп жатырмық. Яғни осы жерде біздің бүкіл кодымыз тұр. Омар бауыр. Так, біздің кодымыз convolutional neural network арқылы мусорды сорттауға арналған. Мысал ретінде фотоны жібересіз, саласыз, түсіресіз мысал ретінде. И сол фото арқылы ол қандай мусор екенін түрін анықтайды, и ол қандай қайта өңделетінді или қайта өңделмейтінді шығарып береді. Яғни сол арналған. Және де біз енді әрине бұл моделімізді дайындау үшін өзіміздің қолымызбен толығымен датасет жинаған болатынбыз. Сондықтан да біздің моделіміз ақыр соңында 85% accuracy шығарған болатын. Және де қалған recall және де precision бойынша тоже жаман емес результаттар көрсеткен. Сонымен қатар біздің осы модельді болашақта өте жақсы мақсаттарда қолданады деп үміттенеміз. Яғни одан соң көшеде мысалға жатқан мусорларды алатын бір роботтар немесе басқа да құрылғылар арқылы біздің модель ары қарай дамиды деп үміттенеміз. Біріншіден мен модельдің структурасын түсіндірейін. Бізде екі датасетіміз бар. Біріншісі ол TrashNet-тен алынған датасет, полностью 6 опшыны бар: cardboard, plastic, paper, glass және тағы басқалар. Екіншісі custom датасет. Біз өзіміз қолмен жиналған датасет. Ішіне әрқайсысынан 100 фотодан бар. Олар ішіне не бар? Банка, қағаз, тоже стекло, сондай сияқты нәрселер бар, и тамақ. Осы арқылы біз датасетіміз, моделькіміз құрамыз. Мысал ретінде бізде екі версиясы бар. Мына жерде көрінеді ме екен білмеймін. Мына жерде жазып тұр. Екі версиясы бар. Version 1 и Version 2. Version 1-де бізде ол Kaggle датасеті алынған, 85% accuracy-мен істелінген. Және де сол моделі сохранить етілген. Version 2-де бізде custom датасет қолданып, тоже аты не еді? Тренировать етіп модель сохранить етілген. Яғни біз ары қарай енді моделімізді түсіндіруге көшеміз. Яғни мына жерде көріп тұрғандарыңыздай біздің өз қолымызбен жинаған датасетіміз. Біз 5 категорияға бөлдік. Яғни мына жерде бізде cans, яғни консервалар, тамақ, ыдыс-аяқ, paper және пластик. Яғни осындай 5 категория бөлдік. Ары қарай өтсек, моделіміздің нақты бізде библиотекалары басылған. Яғни өзіміздің репортымызда айтқандай PyTorch және ішіндегі библиотекалар және де біз Streamlit бойынша дэшбордта құраған болатынбыз. Ары қарай өтетін болсақ, мына жақта бізде image дұрыстау және augmentation былайша айтқан кезде барлығын дұрыстап, reshaping бәрін істеп жатырмық мына жақта. Одан соң ары қарай өтетін болсақ, dataset insert ары қарай өтіп бара жатыр. Енді датасетті біз мына жерде өтесіз көріп тұрғандай 3 неге бөлдік: train, validation and testing. Яғни ары қарай өтейік. Осы жерден бізде мына жақта біз барлығын бөліп алдық. Өзіңіз көріп тұрғандай, міне қаншаға бөлінді. Trainде бізде 350, 50 және 100. Ары қарай келесінде бізде как раз pre-trained модульдің инсертингі. Яғни біз ResNet 50-де қолданған болатынбыз. ResNet 50-дің инсерті болып жатыр. Және де мына жерде айтып кететін өте маңызды момент, мына жақта бізде барлық өзіміз көріп тұрғандарыңыздай relu, dropout, яғни liner барлығын қолданудамыз. Сонымен ары қарай өтейік. Бізде бұл жерде енді әр не бойынша эпоктар басталады. Яғни каждыйында бізде back propagation бар. Каждый раз бізде басына қайта түзеп отырады. И біз осындай бүкіл бізде эпоктардың саны 20 болды. 20 эпоктан кейін бізде қалай өзгергенін көру үшін өздеріңіз көріп тұрғандай, міне train loss. Яғни train loss кезінде мен көріп тұрғаныңыздай міне осылай тұр. Ал как раз бізде міне train loss міне, ал мына validation loss. Бізде бір жағынан бұл жақта түсіндіре кететін жайт, суреттерде кейбір моменттер бар еді, именно сол жерде бізде бір-екі бөлінетін моменттер бар. Одан кейін кетейік. Мына жерде бізде accuracy-ға келейік. Accuracy-да бізде как раз trainning accuracy міне көтеріліп тұр, және де validation астында тұрғандай. Ақыр соңында моделіміздің қалай өзінің перформансын көрсеткен бойынша қарайтын болсақ, міне в основном нормально көрсеткен өзін. Міне мына жерде бүкіл көрініп тұр, көздеріңіздей. Мына жақта precision, recall, F1 score барлығы бойынша есептелген. Яғни accuracy міне көріп тұрғандарыңыздай 82%. Міне мына жақта average 79, ары қарай міне 83. Яғни бізде түсіндіре кететін жайт, сұрауларыңыз мүмкін неге precision мен recall, тағы да басқа F1 score дегендер не үшін төмен? Себебі бізде датасет жиналған кезде датасеттің арасында тағы да біз общий мусорларды қосып жүрген болатынбыз. Ал ол өздеріңіз білетіндей модельға басқаша қабылдауы мүмкін. Сондықтан да өзара шатасулар болған еді. Сонан соң ары қарай өтейік. Міне бізде ары қарай как раз біз енді қаншақты моделіміздің қалай перформансын көргіміз келді, не болғаны туралы.
Сондықтан біз оны астыға түсіп қараймыз. Мына жерде міне өздеріңіз көріп тұрғандай 5 категория. Ары қарай қарасақ, міне финальный, яғни даже тіпті қарап бүкіл мусорды алған кездегінің өзінде біздің моделіміз успешно барлығын бөліп қарастырып тұр. Так, сәлеметсіз бе? Мен есімім Омар. Енді мен қазір Streamlit application түсіндіремін. Біріншіден біздің Streamlit applicationымыз мынандай библиотекалық қолданылады. Torch Vision, Matplotlib және Streamlit қолданылады. Одан кейін біріншіден біз қандай класс неймдарды бөліп аламыз, қандай класс неймдар бар, қандай категориялар бар, аумау. Екіншіден біз енгізген фотомызды тура бағанағыдай трейд модель сияқты оны біз data augmentation дейміз. Яғни ол фотоны біз былай айналдырамыз, былай айналдырамыз, үлкейтеміз, кішірейтеміз и басқа түсетке бояймыз. Соған арналған. Кейін біз бұл модельді аламыз да бағанағыдай Rested 50 моделіне қайттан жүргіземіз pre-trained моделға. Pre-trained моделға жүргізгеннен кейін ол бізге қандай екенін шығарып береді. Мысал ретінде уже немізді көрсетеміз сізге, application'ымызды көрсетсек. Application түрі осындай, Streamlit версияда. Мына жерде басасыз, browse файлсы басқан кезде яқта бір нәрсе таңдау керек. Мысал ретінде мен яқта выбор бойынша glass болып тұр. Типа мысал ретінде и қайсысын алсақ болады. Мысалы мынаусын алайық, glass 26 деген. Саламыз. Ол загрузка етеді. Glass 26 фотосы осылай шығады и қандай неге жатады? Мына glass и recyclable және қайта өңделетін неге жатады. И мен әр классын probability қалай бөлінгенін қызық болады болса, мынау нені кнопканы басасыз, тичке қойып. Сол кезде әр классқа probability шығып берді. Мысалы glassқа 92,9 шықты. Металға почти 6% шықты. Және кішігірім пайыздар paper, пластик және трэшқа. Сонымен біздің application'ымыз осы. Сіздерге рахмет көп-көп біздің осы видеомызды көріп отқаныңызға. Сәттілік.